Қыз баласы үйден ұзап бара жатқан кезде 5 жұрттың абыройын арқалайды екен. Біріншісі әкесі мен анасының абыройы, екіншісі қалың елінің абыройы, үшіншісі нағашы жұртының абыройы, төртіншісі болса келген жерінің абыройы, ал бесіншісі адал жарының абыройы. Осы 5 жұрттың абыройын арқалап жүріп, қыз баласы келін болады, ана болады, дана болады. Бір күні менің Нұрзила әжем сияқты маңдай шашы ағарған кемпір болады екен. Сонда да әйел кей кездері жаман болады екен. Әйел баласын баптағанда, баққанда, қаққанда өз алақаныңда ұстай алсаң, Данияр, дәл осы қалпында қалады. Еркек үстемдік еткен үйде тақымды ұлдар, қылықты қыздар шығады. Өзіңнің серігіңе, аманатыңа ие болсаң, бұл жан сенің тілеуіңді тілейді. Сонда ғана сіздер ең үлгілі отбасы, ең мықты қарым-қатынас құрған ерлі зайыпты боласыздар. Сондай жолда мен сіздерге тілеймін.